Қазақстан аумағындағы сақтар. Сақтар біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта Қазақстан аумағымен қатар одан тыс ұлан-ғайыр аумақта өмір сүрді. Сақтар өзін Сакка деп атаған, ал ежелгі гректер, азиялық скифтер, парсылар жүйрік атты турлар және сақтар деп атаған. Олар ру тайпа болып өмір сүріп, алғашқы тайпалық одақтарды құрады, және олар қазақ жеріндегі мемлекеттіліктің ежелгі бастауы саналады. Сақтар көптеген ірі тайпалардан тұрады. Бізге сақтардың Массагет, Исидон, Аргепей, Сармат, Дай, Аримас тағы басқа тайпалардың аттары белгілі. Ал ежелгі парсылар сақтарды 3 топқа бөлгенін жазады. Олар Тиграхауыт сақтар, Шақбөрік сақтар, Парадарая сақтары, теңіздің арғы бетінде сақтар және Хаумаварга сақтары. Тиграхауыт сақтар Тянь-Шань мен Жетісу өңірін қоныстанса, ал бізде теңіздің ар жағында сақтар Арал теңізі, Сырдария бойын мекен етеді. Қазақстанның батысында сарматтар қоныстанады, солтүстікте бізде аргепейлер, орталықта исидондар, солтүстік шығыста аримаспалар мекендеген. Сақтар қазақ халқының ежелгі ата-бабасы болып табылады. Сондықтан тәуелсіз Қазақстан елінің елтаңбасында сақ дәуірінің ескерткіштері қолданылған. Ежелгі тарихшы Геродоттың айтуы бойынша, сақтарда арнайы моншалар болған, үйдің ортасына қыздырылған тастары бар мыс ыдыстар қойылған. Анархарсис сақ құламасы данышпаны, ол біздің заманымызға дейін 7-6 ғасырда өмір сүрген, әлемге танылған. Ол туралы Диоген деген философ өз еңбегінде жазады, және оның дерегі бойынша кеменің зәкірі шығыр дөңгелекті Анархарсис ойлап тапқан. Анархарсистің шешендігін мойындау белгісі ретінде Афинада зиялы қауым арасында скиф осылай сөйледі деген мәтел таралған.